Даналыққа бет бұрғанның жарылқануы. Балам, егер сөздерімді қабылдасаң, һәм жадында өсиеттерімді сақтасаң, құлағың даналыққа ұдайы түрік болса, әрі жан дүниең парасатқа дайын тұрса, егер де білім мен парасатты шақырсаң, көмілген күміс пен қазынадай іздесең, сонда жаратқан ені қастерлеуді ұғарсың. Құдай жайлы білімді иемденіп аларсың. Себебі жаратушы даналық сыйлар, білім мен түсінік оның аузынан шығар. Әділдерге ол парасатты сақтап ұсынар, кінәратсыз жүргендерді қалқандай қорғар. Ақиқат жолын Тәңір ие назарында ұстар, өзіңе бағышталғаның жолын аман сақтар. Осылай әділ, тура, ақ дегеннің мәнін ұғарсың. Ізгі жолдың қайсы екенін таба аларсың. Өйткені даналық жан дүниеңе енер, білім де жаныңды қуанышқа кенелтер. Сонда сені ақыл парасат аман сақтар, дұрыс түсінікте әрдайым бақылап қорғар. Даналық сені құтқарып алар теріс жолдан және жалғандық айтушының ықпалынан. Тура жолдан тайып түнекте жүргендерден. Әрі жамандық жасағанға қуанатындардан, зұлымдықтың азғындығына шаттанатындардан. Жүрген жолдары қисық адасқан сол жандардан. Даналық сені сақтайды бұзылған әйелден, жеңіл жүрісті оның жағымпаз сөздерінен. Ол жастайынан қосылған қосағынан бастатқан, Құдайының келісімін есінен шығарған. Оның үйіне кіргендер өлім жолына түсер, оның жолыменен жүргендер о дүниеге жетер. Оған барған пенделер қайтып келмес, шынайы өмірдің жолына енді түспес. Сондықтан жүр ізгілердің ізі менен, лайым жүр әділдердің жолы менен. Себебі әділдер елді мекендейді, кінәратсыздар сонда тұра береді. Ал зұлымдар елді аластатылады, опасыздар түп тамырмен құртылады. Нақыл сөздер, 2-ші тарау.